Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Мына дронды, 260 мың теңгелік дронды қалай ұшырамыз, сол жайлы қазір инструкция болады. Так, бұл осындай сумкада болады. Осындай дрон, батарейкасы болмайды. Бірінші алдын ашып аласыз, алдыңғыларын кіргізіп. Сосын барып артқа аяқтарын ашасыз. Мына ашылды. Бұл видео ұзақ болады. Мынау камерасының защитасы, если что, кигізіп қойысыздар. Батарейкасын алып, мына жаққа саласыздар мінекей. Мына кішкене төмен басасыздар да кигізесіздер. Маған төмен басып кигізесіздер. Түсіндіңіздер ғой? Мына қосымша өзінде батарейка болады. Бірақ кейбір адамдар андайдан тағы да 2 заказ береді, 2 штук батарейка. Так, батарейка. Пульті. Мына жерге сотка салынады. Түсіндіңіздер ғой? Мыналар енді управлениясы. Мынау картинканы жақындатады, алыстатады. Мынау камераны бұрады, әрі бері бұрады камераны, былай деген сияқты. Так, фотоға түсіреді, видеоға түсіреді. Мынаны өзім де білмеймін не екен. Мынау қатты ұшыратыны. Мынау домой деген, аш деген домой деген сөз. Мына GPS деген екеуінің, дрон мен екеуінің байланысын орнататын нәрсе. Потом орнағаннан кейін мынаны бассаңыз, ұшады, қосылады. Мынау қараңыздар, мынау қалай болып тұр? Былай істесем, сол жақ, менің сол жағымда, то есть сіз ұстап тұрасыз ғой, сол жақ қолыңызда бұл ұшырады, төмен түсіреді. Артқа жағарын етсең төмен түсіреді. Мынау оң жақта, бұл алдыға, артқа жүреді. Немесе бүйтіп бұрайды, анау деген сияқты ғой. Түсіндіңіздер ғой, мынау. Мынау дрон мен сотканың арасындағы байланыс жасайтын нәрсе. Соткамен. Мынау жерде артық қанаттары бар, отвертка бар, және мынандай зарядка бар. Мынау сенсор деп аталады. Ол мына. Ертең үйге барған кезде мынаны ашасыздар да, мынаны орнатасыздар. Мынау клиенттікі, содан кейін ашуға құқығым жоқ. Пленкасымен тұру керек. Мына жерде негізі бастарыңызды кішкене қаттырақ істетсеңіздер, мына жерде QR бар. Барлық инструкция бар менен. Мынау не мысалға да, тіпті ағылшынша бәрі. Осыны өздеріңіз аударып үйреніп алсаңыздар да болады негізі ше. Бірақ сонда да сұрайтындар бар. Болмаса міне видео инструкциясы бар. Тілін түсінбесеңіздер де, әйтеуір саусақтарының қимылдарын қарап үйреніп алсаңыздар да болады негізі ше, мынаны ше. Бас дейтіндер өздері істеп үйреніп алды. Так. Тағы да инструкция. Инструкция. Мынада не объектілі инструкция жүр? Екеу жүр мынандай. Түсікті ғой, қазір енді ұшырамыз кішігірім. Мынау ремені сумканың, ремені. Так, енді мынаны ұшырып көреміз, біреудің телевизорын бірдеңесін сындырып алмайық. Так, қараңыздар. Мынаны басасыздар. И бүйтіп басып тұрсаңыз, қосылады. Қосылды ғой, көрдіңіз, дрон қосылды. Енді бұны қазір ұшыруымыз керек. Енді пультті қосамыз. Басып тұрасыз, қосылды. Енді қараңыздар. Мынау қосамыз да, GPS-ті бірлет басамыз, екеуінің арасында байланыс ұйымдастырамыз. Екеуінің арасында байланыс ұйымдастырып атамыз. В общем, nerede дронның батарейкасы сияқтысы толу керек. Немесе ортасына дейін хотя бы. Примерно 1 минут күтеміз. Көрдіңіздер ме? Дауыс шықты. Короче, мен екеуін бірдей бастым ғой. Құлыппен екеуін бірдей бастым. Тек деген дауыс шықты. Содан кейін барып қойдым. 30 секунд па, қанша секунд болды? Мына батарейка толды, көрдіңіздер ме? Дронның жанындағы. Енді қараңыздар. Мына айтып кету керек. Мына GPS моды деп тұрса, бұл ұшпайды. Үйде ұшпайды деген сөз, далада ұшады деген сөз. Сол үшін мына GPS дегенді баса беріп тұрасыз. Мына жаққа
индоор дей ма бірдеңе моде дегенге ауысып кетті. Сол дұрыс. Енді қараңыз, енді істейді. Көрдіңіздер ме? Енді істеп тұр. Мына құлыпты бастым. Енді бұны өшіру үшін мен бұны ұшырмай ақ қояйын, ұшыратын болсам мына біреуді бүйтіп қозғасам ұшады. Міне құлыпты басып қайтадан өшірдім. Сол, полный инструкция осы енді. Осы қалай мүмкіндігім бар солай түсірдім сіздерге өзімнің қонақ үйімде. Осы сіздердің 260 мың теңгелік дрондарыңыз мінекей. Вот, все. Болды енді, осымен үйреніп кетіңіздер. Міне өшті. Мынаны басып аласыздар. Көрдіңіз бе? Мынаны басып тұрып. Мынау астында мына тұрғаны камера. Мына екеуі сенсор. Кейбіреулер шатастырады комментарияда хейтерлер. Мынау камера, қалған екеуі сенсор. Мынау сенсор мысалға, например. Мынау камерасы. Астында мына жерде камера бар. Мына камераны әрі-бері жылжытуға болады. Былай, немесе төмен, жоғары деген сияқты жылжытуға болады. Пультпен. Вот сол болды. Мынау да сенсор, мына соғылмайтын сенсорлар. Мынау да сенсор. Сенсор деген жаңағы соғылмайтынның әрекетін жасайтын нәрсе. Болды. Рахмет көргендеріңізге. Осымен енді үйреніп кетіңіздер. Бұл почти 10 минуттық инструкция болды. Сенім артып заказ беріңіздер. Ұшып тұр, 20 километрге барып тұр. Айта кететін нәрсе, программасында, короче, бұның, мысалы 20 болса, 10 километрге дейін ғана ұшатын қылып жасап қойған. Пока үйренгенше 10 километр ұша беріңіздер. Сосын мен сізге бір видео түсіріп қойған, который 20 километрге апаратын функциясы бар. Мысалы 10 километр ұшатындар 5 километрге дейін ұшатын болып тұрады. Потому что режим новичок деген бар. Сол енді күмәндана бермей заказ беріңіздер. Ешқандай да уайымдамаңыздар. Бәрі жақсы істеп тұрған дрон.